Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мен басқа халықтардың қалай екенін білмеймін, бірақ қазақтарда бейтаныс балаларды емізу дәстүрі бар. Атап айтқанда танысының ұлын емізу, ал қызын сол танысының емшегімен емізу. Содан кейін олар бір-бірімен келісіп алдын ала айттырады. Яғни балалар есейген соң бір-біріне үйлендіреді. Немесе егер бір әйелде сүт болмаса, онда бұл баланы екіншісі емізеді. Ата-бабалардың дәстүріне сәйкес өмір сүреміз деп мәлімдейтін көптеген сауатсыз және надан адамдар әдетте осылай жасайды. Мұның бәрі өз еркімен болады. Ал біздің уақытта егер қаласаңыз да қаламасаңыз да перзентханаларда барлық босанған әйелдердің сүтін жалпы тысқа жинап құяды. Онымен жаңа туылған нәрестені тамақтандырады. Сонымен мен не айтқым келеді? Аллах тағала Құранда бір емшек емген қыз бен жігітке үйленуге тыйым салды. Олар бір-біріне харам болып табылады. Өйткені бір емшек емген олар бір-біріне ағасы мен әпкесі болып келеді. Сонымен бір емшек емген бейтаныс адамдар сүт бауырларына айналады. Адамдардың көбі бұл туралы білмейді. Сондықтан бір-біріне үйленіп күнәкар болады. Сіздердің көпшілігіңіз бұл туралы білмегеніңізді айта аласыз. Бірақ заңды білмеу жауапкершіліктен босатпайтынын білгендеріңіз дұрыс. Сондықтан абай болыңыздар. Үйленер алдында барлық сұрақтарды зерттеңіздер. Перзентханаларда балаларды осылай тамақтандыратын медбикелер Алланың алдына жауап беретіндеріңізді ұмытпаңыздар. Сондықтан перзентханаларда күнәкар болмас үшін жасанды сүтпен тамақтандырыңыздар. Ал аналар басқа адамдардың балаларын қажетсіз тамақтандыруды тоқтатыңыздар. Ал егер де тамақтандыруға мәжбүр болсаңыз, осы баланың ата-анасын есте сақтаңыз.